Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен Инстаграмда барлық фудблогерлар өздерінің курстарында сатып жүрген творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Үккіштен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз. Үстіне сары майды қосып үгітіп шығамыз. Қант қосып тағы да араластырамыз. 2 жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына творог, сметана, жұмыртқа, қант барлығын қосып араластырамыз. Салмасы дайын, енді тоңазытқыштағы қамырды алып формаға жаямыз. Салмамызды бір келкі етіп салып шығамыз. Шиенің ішіндегі сүйектерін алып осылай салып шығамыз. Шиені салмай-ақ қоюға да болады, немесе өзіңіздің қалаған жеміс-жидектеріңізді салуға болады. Маған пирогтардың кішкене қышқыл дәммен болғаны ұнайды, сол себепті өте көп салдым. Сүйегінен ажартылған шиеге кішкене қант ұнтағын қосып жіберсеңіз, қышқылдылығы білінбейтін болады. Пештен шыққан пирогты жарты сағатқа суытуға қалдырамыз, одан кейін ұсына беруге болады. Осы рецептпен жасап көріңіз. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыз, міндетті түрде жауап беремін. Тәтті пирогтар жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Қазақша каналдардың өсуіне үлес қосқыңыз келсе, маған жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.